Кино талқа. Молдияр Ергебековтің авторлық жобасы. Армысыз қадірмен көрермен, Түркістан телеарнасы және өзге Epic Creative Hub бірге ұсынып жүрген кино талқы бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз әлемдік педагогика және мотивациялық фильмдер қатарындағы ең үздік фильм, бұл Рон Кларк хикаясы деп аталатын фильмді талқылаймыз. Бұл нақты болған оқиғаға негізделген шын оқиға, адам сенімі мен қажырлы еңбектің бұл жүйені, қате жүйені қалай өзгертетінін, қалай трансформациялайтын дәлелдейтін оқиға және дәлелдейтін фильм. Студиямызға қонақтарымыз да келіп отыр. Арасында студенттеріміз бар, арасында мұғалімдеріміз бар, мектеп мұғалімдері және кинотанушыларымыз бар. Қош келдіңіздер. Фильмнің жайында егер қысқаша айтып өтетін болсақ, Рон Кларк деген бастауыш сынып мұғалімі, жаңағы ақ адам, сөйтетті Нью-Йорктың Харлем деген ауданына келіп, сол жерде бір мектеп тауып, сол жерде сабақ бере бастайды. Харлем бұл афроамерикалықтар тұратын және экономикалық жағдайы біраз нашар адамдар тұратын аудан, бәлкім бүткіл әлемге танымал аудандардың бірі десек те болады. Қауіпсіздік тұрғысынан да кейбір проблемалар бар ол ауданның. Және дәл сол ауданға барып, жаңағы Рон Кларк мұғалім боламын дейді. Өте бір мектептің өте қиын оқушылары оған береді. Бұлар дейді жаңағы сабақтары жақсы оқымайды, сотқар балалар, отбасыларында да өте үлкен проблемалар бар. Енді осыларды адам қыл дейді. Бірақ ол балаларға жаңағы класс жетекшісі шыдай алмайды. Әр жаңағы 6 айда, 3 айда, 1 айда, бәлкім 1 аптада ауысып отырады екен. Бірақ біздің кейіпкеріміз Рон Кларк бұл жаңағы соңына дейін шыдайды және балаларды өте маңызды емтиханда жоғары ұпай жинауларына, жоғары балл алуларына, баға алуларына көмектеседі. Және бұл оқиға да рас, жаңағы Нью-Йорк жаңағы несі бойынша, штаты бойынша ең көп сол жылы сол балалар ең көп ұпайды алған екен. Және бұны Холливуд киногерлері фильм етіп түсіріп, өте танымал фильмге айналды. Енді дәл осы жерде мұна бір сұрақты қойғым келеді. Арамызда мектеп мұғалімдері де бар. Фильмнің басында Рон Кларк жаңағы солтүстік Каролинадағы өзінің жайлы орнын тастап, ата-анасын да тастап, жаңағы Нью-Йоркқа келеді. Осы бағанада айтып өткендей Харлемге келеді. Өте қиын жер. Бұл жаңағы мұғалімнің бойындағы идеализм деп ойлайсыздар ма? Әлде мен танымал мұғалім болам деген бір амбиция ма? Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде енді Рон Кларк деген басында идеалды мұғалім деп те айта алмаймыз. Енді өйткені оның бір студент кезінен немесе оқушы кезінен бір идеалды оқушы немесе студент болғаны туралы бізге ешқандай ақпарат берілмейді. Жай қатардағы мұғалім ретінде көрсетеді. Бұл жердегі оған енді өзінің берілген ерекшелігі мұғалімнің оқушыны жақсы көруі. Оқушыны жақсы көру дегенде бұл жерде оқушы үшін көп уақыт жұмсауы, оқушы үшін өзінің бүкіл ресурстарын жұмсай білуі, фильмнің мысалға сюжетінде оның оқушының үйіне бара салуы, оның іздеуі, ол жаңа неден болып жатыр проблема деп шын мәнінде ол проблемаларды көре білуі, және ал оқушылар оған қандай қастандық енді не жасаса да жаңағыдай қиянат жасаса да соның бәрін қабылдай алуы, бұл ана оқушыны жақсы көру біздің андай ата-ана сияқты біз ата-анамызға жаңа не жасасақ та ол оны қабылдайды. Кешіреді. Сол сияқты кеңдігі деп айтсақ болады да. Бұл жерде енді оны бір қандай бір университеттер немесе қандай да бір академиялар бере алмайды. Бұл бір адамның бір бойында бір өзінің бір дәні бар деп ойлаймын да, өзім сондай бір мысалға бір мұғалімдік дәні бар. Ол бір жаңағы кешіре біледі, оқушылар не жасаса да оған жақсылық жасайды, үйтеді, бүйтеді. Соның арқасында болды деп мен ойлаймын. Өйткені бір ода бір үлкен амбиция болған жоқ. Жаңағыдай үлкен қалаға барып атағым тез шығады деген нәрсе де болған жоқ. Өйткені қиын класты ол өзін біліп тұр, қиын екенін. Директор да айтып тұр, бұл класты ала алмайсың сен, ертең кетесің, ауысасың, анау-мынау деген мәселелерде. Бұл енді сондай бір адамның өзінің бір ерекшелігі бар деп ала аламыз, айтуға болатын шығар.
енді профессионализмді былай қойған кезде одан да бөлек сондай факторлар бар. Иә, рахмет Шыңғыс мырза. Иә, қоса кетейін. Негізі кез келгеніміз өз өмірімізді, зона комфорта дейміз, үйренген ортамызды тастап, басқа жерге ауысу қиынға соғатын нәрсе. Келісетін шығармыз менің ойымша. Сол сияқты бұл кісі де өзінің үйреншікті мектебін, үйреншікті жұмысын тастап, осы жерге келіп, ең қиын мектепке келіп, ең қиын классты алады. Бұл не? Бұл адамға өзіне бір вызов керек. Өмірде біз әрқайсымыз өмірде бір вызов өз-өзімізге тастағымыз келеді, бірақ кейде батылдығымыз жетпейді. Мысалы, сіз қазір барлығын тастап, ауылға барып, ауылды көтеру үшін не істей аласыз деген жағдайда сіз тығырыққа тірелуіңіз мүмкін. Сол сияқты кез келген бұл жердегі ұстазға да батылдық, ержүректік керек. Бұл жерде осы дүниені бізге көрсетіп отыр. Қазіргі таңда шын мәнісінде бұл шабыттандыратын фильм. Біз өйткені урбанизм қазір көп адамдардың барлығы қалаға көшіп жатқан кезде бұл кісі енді қаланың ішіндегі жаңағындай ең бір бұзық жаңағындай отбасыларынан шыққан, жалпы әлеуметтік жағдайы төмен немесе қылмысқа бейім округта жұмыс жасау өте қиынға соғатын жерге келіп жұмыс жасайды. Дәл сол сияқты бізде де жастар арасында вызов мысалға. Сіз қазір оқу бітіргеннен кейін ауылға барып, немесе осындай бұзық балалар оқитын районға барып сабақ беруге дайынсыз ба? Немесе жұмыс істеп жүрген ұстаздардың арасынан сұрақ. Сіз барлығын тастап, күшті жерде жұмыс істеп жүріп, сол жаққа барып жұмыс істеуге дайынсыз ба деген сұрақ туындайды, бірақ ол жерде әрқайсымыздың ішіндегі батылдығымыз және өмірге деген тастайтын вызовымыз, яғни сол нәрсе ғана жабады. Енді ол өзінің батылдығын, ержүректігін көрсетті және нағыз өз үшін біріншіден дәлелдегісі келген сияқты ұстаз деген нәрсені. Әйтпесе шын мәнісінде жақсы өмірін, жақсы жерін тастап кетуге ол не түрткі болады? Іштегі бір осындай бір ұстаз, мен шын мәнісінде ұстаз деген сияқты, идеализм бір түрткі болған сияқты. Қосарларыңыз бар болса? Мен де өз ойымды айтайын. Бұл жерде менің Рон Кларктағы тәнті еткен нәрсе бұл өз-өзіне сенімділік, өзінің мамандығын, өзінің саласын жақсы көретін адам, сосын бір баланың бір тілін таба алатынына өзі сенімді. Сондықтан кез келген мектепке мен бара аламын деп фильмде де өзі айтады. Сол мінезіне тәнті болдым. Екіншіден, бұл жерде ұстаздық бұл кейіпкер арқылы ұстаздықтың бір миссия екенін, бір қандай да бір жалақы үшін жасалатын бір жұмыс емес, сонымен қатар миссия. Осы Рон Кларктың оқиғасы арқылы кейіпкер де оқиғаның ортасында шынымен бұл нәрсенің бір миссия екенін өзі де түсінгендей болды. Басында бір кез келген мектепке кірсем деген сияқты ой болды, бірақ кейіннен балалардың жағдайын көргендіктен өзінің сол жерге керек екенін сезінді. Сондықтан бұл жерде жаңағы ұстаздықтың бір миссия екенін де түсінеміз. Бір сондай бір адамға бір не жүктейді, жауапкершілік, міндет жүктейді. Бұл кез келген адам саласы өзінің сол миссиясы болатындай бір әсер қалдырды. Және Рон Кларк бір не тапқан сияқты, өзіндік бір жеке бір әдіс тәсіл тапқан сияқты балалармен қарым-қатынаста. Мысалы үшін фильм басталған сәтте естеріңізде болар, бұл Солтүстік Каролинада өзінің туған жерінде мектепте мұғалім, мектепке кірсе бір бала жаңағы қабырғаға теріс қарап тұр, жазаландырылған. Бір нәрсе үйрене алмаған үшін. Сөйтіп, сен не қылып тұрсың дейді, мен еш нәрсе үйрене алмадым, сол үшін мені мұғалімім жазаландырды дейді. Менің атым Рон Кларк деп танысады, сөйтіп сұрайды, менің атым кім дейді. Сенің атың Рон Кларк деген кезде, көрдің бе, сен менің атымды үйрендің, сол үшін де сыныбыңа бар деп жаңағы бір жазалау методы емес, керісінше балаға бір нәрсе үйрету. Анау Абайда да бар ғой, жаңағы ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Дәл осы сөздің қасиетін осы фильмде және Рон Кларк бейнесінде көретін сияқтымыз. Өзінің бір несі бар, жаңағы кемшілікті кемшілік емес, кез келген баланың бір жақсы бір тұсын анықтай алатын өзіндік жаңа методикасы бар. Өзінің де жаңағы осы оқиғадан кейін Рон Кларктың ұсынған 55 қағидасы деген де кітабы бар екен. Мұғалімдерге, оқушыларға. Танымал болды сонан соң бұл оқиғадан кейін, және кітаптар жазды, әлемді шарлады тіпті жаңағы оқушылармен бірге. Рон Кларк Харлемге келеді, мектепке жұмысқа орналасады, айлығы да аз, сонымен қатар басқа бір жерде жұмыс істейді, барда, қателеспесем. Яғни бұл бір
қалай деп айтсам болады, расында да бір идеалист адамның жасайтын нәрсесі. Амбициясы бар адам емес та, идеалы бар адамның. Өйткені амбициясы бар болса, бәлкім әлдеқайда басқа бір жұмысқа кетер еді. Және Харлемдегі мектепке бір ережелерді алып келеді. Мынандай ережеміз бар. Сол енгізуге тырысады, бірақ студенттер, оқушылар бұған қарсы шығады, қарсы тұрады. Бұл қақтығыс сахнасы арқылы режиссер сол ортадағы әлеуметтік шиеленісті бізге жеткізетін сияқты. Расында да ережелер деген көзқарастарыңыз қандай? Расында да ережелер болмау керек пе мектепте? Ереже әрине болу керек. Бұл мектепке барған кезде 6 ереже қойды деймін. Ең біріншісі мені мистер деп атайсыңдар, одан кейін құрмет, тағы да. Отбасымыз. Иә, біз отбасымыз, біз бәріміз доспыз, бәріміз бір-бірімізге көмектесу керек деген секілді. Тәртіп болмаған жерде білім де болмайды, құрмет болмаған жерде білім де болмайды, және ештеңе болмайтындығын алға тартып айтқысы келген секілді. Менің ойымша, Рон Кларктың ережесі дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол балаларға біріншіден білім беру үшін, тесттен жоғары ұпай алу үшін келді, және де ол білім беру үшін балалар оған кішкене қақтығыс көрсетті, білім алуға кедергілер жасады. Ол бірінші білімнен бұрын тәрбиенің тарттың қажет екенін түсінді. Ол осылайша өзінің ережелерін қойды. Ол базовый ережелер, бір-бірін құрметтеу, тыңдау. Солайша ол нәтижеге де жете білді. Дегенменен өте қатты қарсылыққа тап болды. Оқушылар керісінше бұл ережеге барынша бағынбауға тырысты. Неге? Қалай ойлайсыздар? Мен таңғалдым, жаңағы қатарға тұрып асханаға барамыз деген кезде, екі қатарға тұрамыз деген кезде, мына біздің кішкентай кезіміздегі Совет одағындағы жүрген оқушылар сияқты, сондай, бір ереже, біздің елдеміз енді ережемен сондай болды ғой, барлық нәрсе. Сондықтан оның өте қатаң ережені, сол еркін демократиялық біз деген елге сол бұзық оқушыларға қойып тұрғаны, бұл енді оның педагогикалық шеберлігін көрсетеді. Өйткені негізі неде педагогикада ереже құру деген бар. Мысалға сыныпта бәріміз осыны жасаймыз деп оқушылармен бірге ережені бекітіп аламыз. Кез келген бір сабақтың басында немесе жалпы оқу жылының басында, ұзақ мерзімді ереже немесе сол сабаққа бүгін біз осындай үстеміз, сөйлейтін болсақ қолымызды көтереміз, немесе мынандай топтық жұмыста мынандай академиялық адал боламыз, бір-бірімізге бүйтпейміз, бір-бірімізді құрметтейміз деген ережелерді бірге бекітіп аламыз. Және оқушылардың өздері де ереже айтады деген педагогикада қағидат бар. Шын мәнінде жаңағы әріптесім айтқандай, ол өте қарапайым ережелер, базовый ережелер, соны оқушыларға сіңдіре білгені бұл ереженің қажет екенін көрсетеді. Себебі жаңа сіз айтқандай ол ережелердің кітабы кейіннен кәдімгі үлкен не болып кетті, танымал болып кетті. Бұлайша айтқанда ол өте қарапайым ереже, бірақ өте танымал болып кетті. Оның өйткені жүзеге асырғаны туралы фильм оны көрсете алды, ережелер жұмыс істейтінін. Бірақ дегенменен мына сұраққа жауап ала алмай отырмын. Жаңағы неге оқушылар қарсы болды? Және ол ережелер іске асқан жоқ негізінде. Бастапқыда. Неге? Бұл жерде 6-шы сынып оқушылары туралы болып жатыр ғой фильм. Бұл мектеп ең бұзық мектеп, яғни ең төменгі мектеп, ең төменгі класын алып отырды. Яғни бұл оқушылар 6-шы сыныпқа дейін ережелер болуы мүмкін, әрине, алайда ол ережелердің ешқайсысын орындамаған сынып болып тұр ғой. Яғни дискомфорттан комфортқа өткендегі өздерінің психологиясындағы бейсаналық тұрғыда, саналы тұрғыда емес, бейсаналық тұрғыда қарсы шығуы. Яғни солай жетістікке жетеміз деп ойлаған сықылды ма, сондай бірдеңе айтып келді. Негізі оқушы не үшін бұзық болады? Бұл педагогикада мындай ғой, ол қазір енді жаңағы детский травма деп айтылады, бірақ жалпы ол өзін дәлелдеу, өзін көрсету мақсатында бұзықты жасайды ғой. Біреу жаңағы бір қыздың шашын тартса, демек оған бір сөйлескісі келіп жатыр, немесе өзін жаңағы сыныптан шығып кетіп жатса, ол өзінің ішіндегі бір нәрсе түртіп тұр, өзін көрсеткісі келіп тұр. Осы теорияға салатын болсақ, ол бәрі шын мәнінде дарынды оқушылар болып шығады ғой соңында. Негізі бұзық оқушылар олар білімсіз, дарынсыз оқушылар емес, қайта дарынды көп оқушылар өзін солай көрсеткісі келіп, сондай жолдармен баруы мүмкін. Және педагогикада солай айтылады. Сондықтан ол өте дарынды оқушылар жиналғандықтан және сол бұзық сыныпқа айналған болуы мүмкін. Сондықтан да олар жаңағы ережеге бағынбай, өзін көрсету үшін біреу теріс қарап отырады, біреу мүлдем былай отырады деген сияқты мәселелерде ереже қойды. Внимание жетіспеді дегенге келетін сияқты бұл нәрсе. Одан кейін екінші нәрсе, біз негізі авторитеттерді сыйлаймыз мысалға. Алдымызға келіп, бізге
мықты авторитетный тәжірибелі адам былай істейсің десе біз соны істеуге дайынбыз. Иә. Олардың алдына ноунейм келді, яғни ол танымайды, кім қай жақтан келді, бұл бір қаладан келген ақсаусақ біреу келіп тұр, и оны айтқан біз не үшін тыңдауымыз керек, ол біз үшін кім, ол біз үшін пустое место дейді ғой, ол вообще керек емес, бұны не үшін тыңдауымыз керек. Содан бар Рон Кларк не істейді, өзінің әрбір әрекетімен оларға өзінің авторитетін адам екенін дәлелдей бастайды. Енді оның ішінде жаңағындай күшпен көрсететін әдістер емес, оның ішінде жаңағындай мысалға жаңа сокты ішеді, шоколадное молоко дейді. Мен қазір шоколадное молоконы 15 секунд сайын ішемін, маған қарап отырасыңдар, егер барлықтарын қарасыңдар, мен әрқайсысын 15 секунд сайын ішемін, және менің жаңағындай асқазанымның ауырғаны, яғни менің құсуыма куә болулары мүмкін деген сияқты мысал келтіреді. Одан барып оқушылар сене бастайды. Мына жігіт өзін біз үшін құрмады деп жатыр, значит бұл жігітті сәл болса да құрметтеуге болады екен деген сияқты дүние ойларына туады. Енді осымен параллелизм жүргізейік. Тренер Картер деген кино бар. Тренер Картер деген кино осы Диснейдің шығармасы. Бұл жерде де ұстаздар жайлы шабыттандыратын фильм. Ол ең әйгілі осындай өмірде де оқиға болған тарихи фильм. Картер деген тренер студенттік лиганың, Америкадағы баскетбол студенттер лигасының бірнеше дүркін чемпионы. Осындай Харлем сияқты осындай бір қалаға өңкей бұзық балалардың оқытатын мектепке келіп тренер болады. Сөйтіп тренер болған кезде келе салып айтады, жігіттердің бәрі жетті, жігіттер дейді, мен дейді, мен өзім авторитетпін. Сендер жоғары жақта қараған кубоктарды қарасыңдар, соның тең жартысында менің атым жазып тұр. Мені сыйласыңдар, осы залда қаласыңдар, мені сыйламаңдар, кете беріңдер дейді. Жігіттер тыңдағысы келмейді, неғысы келмейді, бірақ әр тренировкада ол тренер келген баскетбол келген оқушылардың күнделігін тексереді. Кімде 3 бар, тренировкаға қатыспайды, кетеді. 4 пен 5 барлары қалады. Сөйтеді да ол өзінің сондай мықты тәртібін орнатады. Одан кейін барып кім тренировкада басқа нәрсе істейді, не істейді? Один за всех и все за одного, бәрі бірге соның не істейді, яғни челнок деген жүгіреді. 1000 рет ар жаққа бер жаққа барып келеді бір адам үшін. Басында бір адам өз істеп жүрсе, кейін команда айтады, біз басқа адам үшін де істейтін боламыз дейді. Сөйтіп, осындай қатаң тәртіп ережелері деген қатаң демек қой, бірақ барлығын біріктіретін, жанұя ретінде қалыптастыратын ережелерді қолдану арқылы ол мықты баскетбол командасын жасап шығарады. Иә, түсінікті. Мына жерде мына нәрсені айтқым келіп отыр. Яғни ереже өте маңызды. Тәртіп өте маңызды. Бірақ кейбір ереже, кейбір тәртіп, кейбір жерде іске аспауы мүмкін. Неге? Өйткені мысалы егер біздің Рон Кларк оқиғасын қарайтын болсақ, Харлемдеміз, бұл жерде көбінесе афро-америкалықтар өмір сүреді, және ақ адам келеді оларға жаңағы осындай деп ережелерді айтады. Тіпті бұл ережелер қаншалықты жақсы болса да, ол жерде міндетті түрде қарсылық тудыратыны сөзсіз еді. Неге? Өйткені бұл сырттан келген адам. Сырттан келген адамның айтқанын ешкім істегісі келмейді. Тіпті ол 6-шы сыныптың баласы болса да. Сондықтан да бұл қатесін түсінген Рон Кларк бұл ережесін мәдени сала арқылы іске асыруға тырысады. Барады, олардың жеке өмірлеріменен танысады, үйлеріне кіреді, олардың рухына кіреді. Осылайша ол бағанағы маңызды ережелерді осылайша іске асырады. Ал егер жоғарыдан келіп бірден мен осындаймын деген кезде бұл соншалықты көп іске аспай жатады. Мен өзімде де жаңағы университетте мұғаліммін, сабақ берген кезде әрине бір кез келген мұғалім әсерлі болғанын қалайды. Сол кезде жаңағы бірден жоғарыдан емес, мен жаңағы осындай PhD доктормын, бір нәрсемін емес. Мен осы Түркістан облысының Төле би ауданының тумасымын деп ауылдың баласы екенімді акцент жасауға тырысам. Сендердей сияқтымын, сендердей осында жаңағы университетте оқыдым деген кезде анау айтқан сөздерінің әлдеқайда әсерлі болатынын, яғни мен сендердің бір бөлшектерімін деген кезінде әлдеқайда әсерлі болатынын көп көрдім. Бұл жерде де мына фильмде осы нәрсені өте қатты көрсететін сияқты. Ал екінші сіз айтып отырған фильмде ол жерде ол спорт саласы болған үшін де ол жерде бастан аяқ бірден темірдей тәртіп ол онсыз да, яғни априори болу тиіс нәрсе. Бәрінен бұрын онсыз да жаңағы балалар өздеріне деген сенімсіз ғой өздеріне. Мектептің директорының өзі оларға не деп қарайды жаңағы өңшең білімсіздер, тіпті кешірерсіздер, топастар деп қарайды. Нәтижесінде өздеріне деген сенімдері жоқ жерде жаңағы басқа бір біреудің барып келіп жаңағы бірден өзінің тәртібін орнатуға ұмтылуы, мынандай ереже бар, осыған қатал боламыз деуі міндетті түрде кері әсерін тигізеді, тіпті билік үшін күреске айналып кетеді. Балалар тіпті не қылады жаңағы
біз қаламыз ба осы жерде, сен қаласың ба деп. Иә, Нұрасыл. Сенім туралы айтып жатырсыз ғой. Бұл фильмнің негізгі түпкі мақсаты сенім бүткіл нәрсені өзгертетін алға тартқан секілді. Өйткені ешкім сенбейтін балаларға келіп, Рон Кларк сенді. Мен сендерді жақсы көремін, біз бір отбасымыз. Яғни бұлар бір ережесін дұрыс орындаған кезде болмаса, бір кішкентайда болсын жетістікке жеткен кезінде Рон Кларк айтты: мен сені мақтан тұтамын, сенің қолыңнан барлығы келеді деу арқылы балаларды өз-өзіне сендіре алды. Жоқ, біз жайында өзіңіз айтып өттіңіз, кешірім сұраймын, біз топас емеспіз, болмаса біз бос орын емеспіз, біз пустое место емеспіз, біздің орнымыз, біз тұлғамыз бір білімді азамат бола аламыз деген өзіне бір сенімді қалыптастыра алды. Тіпті мына қыздың анасының өзі сенбеді, өз қызына өзі сенбеген еді. Менің қызым ондай жерде оқи ала ма? Сіздің қызыңыздың үлкен амбициясы, потенциалы бар деді. Менің қызым ондай жерде оқи алмайды, сондай деген әңгімелер айтты. Яғни өз ата-анасы сенбеген балаларға Рон Кларк сенді. Негізінде ең қиын балалар, ең бұзық балалар махаббатқа зәру балалар екенін, сенімге зәру балалар екенін бұл фильм айтты. Кез келгеніміз негізінде бала болайық, немесе ересек адам болайық, яғни өзіңе деген сенімнің орын алуы өте маңызды екенін көрсетеді. Бұл жерде әрине балалар мысалында. Нәтижесінде біздің кейіпкеріміз Рон Кларк балалардың несіне, деңгейіне түсу және олардың мәдениетіменен оларға бір нәрсе түсіндіру. Естеріңізде болар, жаңағы түнде сабақ қағаздарды оқып отырған кезде рэп музыканы тыңдайды да, ертесіне физиканы рэп сөздерменен жаңағы түсіндіреді. Бұл өте қатты әсер етеді. Кешіресіздер, тарихты, президенттер тарихын. Бұл жағдайды қалай бағалайсыздар? Бұл әдіс оқушылардың мұғалімге деген көзқарасын өзгертті ме? Осында мұғалімдеріміз де бар. Сіздерде осындай бір тәсілдер бар ма жалпы? Қай бір жыл сондай тиктокта жаңа әнмен не шығарады деген мұғалімдер шықты ғой. Химияны қателеспесем. Түсіреді деген, сол Алматының мұғалім. Сол сияқты бұл жаңағы Рон Кларк мұғалімнің кез келген нәрсеге жаңағы әдіскер ретінде әдістерге тәжірибе жасай алуы ғой. Мысалға жаңа музыкадан келді, жасап көрейін, анадан келді, жасап көрейін деген мәселелерде бір мысалға соның ережесі де педагогикада бар. Жалпы енді ол жасады, немесе оған дейін жасады, маңызды емес, бірақ бар. Жаңағы музыкамен жасау деген де бар, мысалға. Сондықтан балаларға қалай өтімді, солай берейін деген. Мысалға ол кезде әлеуметтік желі жоқ, рэп деген оларда жаңағыдай тренд деген нәрсе болса керек. Ал енді сол оқушылардың, енді біз түсіп деп айтамыз, бірақ ол негізі түсіп деп айтуға болмайды, оқушылардың деңгейінде сөйлесе алды. Мысалы педагогикада бар, сен жаңағыдай өзің биікте тұрып, оқушыларға былай жоғарыдан қарама дейді да. Жаңа парта болса, партаға тізерлеп отырып, оның деңгейінде, көзінің деңгейінде сөйлес деген мәселеде. Осы енді біз тура осының оқиғаларын біз Рахманов ағайдан көре аламыз ғой. Осы бағдарламада талқыланды енді, бірақ сонда да сонымен бір салыстыра кетсек болады. Менің атым Қожадағы бізде идеал мұғалім Рахманов ағай ғой. Өйткені оның мәселесі, Майханова апай, ол жақсы мұғалім, бірақ бәрін по протоколы орындайды, бірақ дегенмен оқушының жанына үңілу бойынша ол Рахманов ағай, яғни Рахманов ағай ол Қожаның деңгейіне түсіп сөйлесе алады. Сенің әкең осындай адам деп оның отбасын бәрін таниды, сондықтан да ол оның Қожаның жүрегіне жетіп сөйлесе алады. Сондықтан бұл жерде оқушының деңгейімен түсіп сөйлесу және солар сияқты жаңағы скакалканы секіру, тағы басқа, жаңағы сен ойнай алмайсың десе де, енді мысалға үлкен мұғалім оқушы сондай сөз айтып тұрса, кішкене көңіліне алып қалуы мүмкін ғой. Бұл оған қарамайды мүлдем, жаңағы бала құсап қайта-қайта жаңа талпына береді. Бұл өте үлкен қасиет. Енді екінің бірінің қолынан келе бермейтін қасиет қой. Біз енді мысалға көп мұғалімдер келді, кірді, сабағын өтті, шықты болуы мүмкін ғой. Бұл жерде ондай емес енді. Сондықтан оқушының деңгейіне түсе білу деген өте бұл жерде маңызды нені ашып тұр. Жаңағы Рахманов ағаймен салыстырсақ. Баланың деңгейіне түсуде неше түрлі несі бар. Бұл жерде Рон Кларктың тағы бір ерекшелігі, әр баланың өзінің ерекшелігіне мән береді. Өйткені уникальный жаңағы бірегейлік, бірегей ғой, оқиғалары әрқайсының
сондай бір әрқайсысына бір ыңғайлы, мысалға соңында байқасаңыздар пәленше деген оқушы мына салада мықты деп жаңағы марапат қағазын береді. Мына оқушы, мына әркімнің өзінің бірегейлігіне байланысты, ерекшелігіне байланысты сондай бір жаңағы әдіс қолданады. Сондай бізде мысалға арамызда мұғалімдер бар. Баланың жаңағы біз көбінесе сабақ өткен кезде жалпылама өтеді ғой. Мысалы бізде бір ұстазымыз бар. Бала алғаш келген кезде өзін жатырқап, өзін жат санап, бөтенсіп отқан кезде баланың өзіне қызық сұрақтар қояды. Мысалы алғаш танысқан кезде бізде бір мұғалім бар. Қандай түс жақсы көресің дейді. Қандай тамақ жақсы көресің? Енді ол мысалы музыка пәніне келіп отыр бала, оны қандай тамақ жақсы, бала өзіне қызықты нәрселерді айта бастайды. Сосын барып ол мұғалімді жаңағыдай қабылдайды деген секілді. Сондықтан бізде мысалы әкеміз балаларымызға жаттатқан кезде концентрациясы сәл әлсіздеу баламыз болса, мысалға өлеңді айнал деп айтамыз біз үйде. Айналып жүріп жүреді, сөйтіп мен айтып тұрам, сөйтіп жаттайды. Немесе бірдеңе сызып отырып жатта, немесе ана жаңағы тақпақты әндетіп жаттау, буынға бөліп. Сөйтсең, бұл жердегі айтпақшы болған нәрсем, ерекшелігін, баланың ерекшелігіне қарай солай үйрету. Оған ұнайтын бір іс-әрекетті қайталай отырып үйрету. Рон Кларк өзінің оқушыларының үйіне кіреді. Бұл басқа бір тұрғыдан қарайтын болсақ, оның жеке өміріне араласу сияқты болып көрінеді. Расында да бұл қаншақты дұрыс? Әлде баланың бетінің бері қарау үшін білімді болуы, оны көресің ғана жауһарды көресің. Сол жауһардың оянуы үшін, оның мүмкіндіктерін аша түсу үшін, бәлкім бұл этикалық мәселені не қылуға бола ма, аттап өтуге бола ма? Қалай ойлайсыздар? Жалпы белгілі бір оқушы мен мұғалімнің арасында бір субординация, бір қағидалар болады, ережелер. Бірақ кейде бізде мұғалім мен оқушылардың арасында адам ретіндегі қарым-қатынастар кейде жетпей жатады. Сондықтан сабақтан тыс жаңағыдай патилар неше түрлі, жаңағы тамақтану нелерін ұйымдастырып тұру, бұл балалар мен мұғалімдердің арасын бір жақындастыра ма деп ойлаймыз. Баяғыда Түркияда оқыған кезімізде біздің көршіміз болды. Сол жаңадан басқа бір шығыс жақтан үлкен қалаға ауысып келген. Сон баласы мектепке барған кезде мұғалімі таңғы асқа шақырған екен ата-анасымен. Сосын жаңағы сыныбына жаңадан келген балаға күртеше сыйлаған деген секілді оқиға. Осыдан бір 10-15 жыл бұрынғы оқиғалар біз қатты таңғалатынбыз. Қазір ондай нәрсе біздің қоғамымызда да бар, ондай нәрсе. Жақында бір балабақша осы қалада апайлармен бірге, тәрбиешілермен бірге келесі жылы мектепке баратын балалар ғой жаңағы. Сендер келесі жылы мектепке барасыңдар, сендерге бәлкім мектепке баратындарыңды тамыз айында жаңағы оқу формасын алатын кезде бірақ еститін шығар бұл балалар мектепке баратын. Сондықтан ол нәрсені біз жояйық. Қазірден бастап мектепке бір синхронизация, адаптация болсын деп балабақшадағы балаларды балабақшадан тыс уақытта мектепке алып барып бір саяхат жасап қайтқан. Өте тамаша бір сондай арамызда кішкентай қаһармандар бар. Соны көріп жатырмыз. Үлкен қаһармандар. Үлкен қаһармандар. Сондықтан кейде бізде мұғалімдер мен оқушылардың арасында сондай адам ретіндегі бір қарым-қатынастар өте маңызды деп есептеймін. Сынып жетекші ретінде барып жаңағыдай оқушының жұмыс үстелімен танысу деген білім беру стандарттарына негіз қалыптасқан нәрсе. Яғни оқушының үй жұмысын орындауына ыңғайлы жер бар ма, жоқ па, қаншалықты ол нәрсе ұйымдастырылған деген сауал сынып жетекшіні мазалауы мүмкін. Сол себепті ол нәрсе жалпы негізі норма стандарттарына. Бірақ бұл дүние, бұл жағдай тек қана сізде құпия болып қалатын болса. Мысалы үшін кейде сынып жетекшілері оны барып көріп, бүткіл мектепке мұғалімдер арасында айтуы мүмкін. Бұл кезде өте үлкен этикалық мәселе туындайды. Оның орнына ол сынып жетекшісі құдды бір сол отбасының бір мүшесі сияқты, ата-анасы дейміз ғой, яғни мұғалімің сенің ата-анаң. Ата-анасы сияқты жанашырлықпенен қарап, және сонымен қатар бұл құпияға да
берік болатын болса, ол кезде бұған тіпті этикалық мәселені аттап өту деп қарамасақ та болады деп ойлаймын. Бұл жерде үлкен тәуекелге барып отыр, Иә. үлкен тәуекелге барып, себебі жаңағы қыздың анасы менің үйіме мынау кісі кірді, мен қыздарым әлі кәмелет жасқа толмаған мынау деп шағымның астында қалудан мүмкін еді ғой. Иә. Үлкен тәуекелге барып, мен тамағыңды істей беремін, сен сабағыңды оқы деген мәселелерде бұның үлкен мақсатының бар екенін, сол үшін үлкен тәуекелдерге барғанын көре аламыз. Негізінде олай ата-анасы жоқ кезде кіруге негізі болмайды. Бірақ бұл сондай жаңағы сіз айтқандай белгілі бір жағдайларда нәтижесі жақсы болатынын көріп тұрып, сондай шағын нелерді бұзып отыр, ережелерді. Бұл фильмде жаңағы режиссерлық шешімдер маған қатты ұнады. Негізінде әрбір фильм эстетикалық құндылық болған үшін сол нәрсені айтып өткім келеді. Жаңағы Рон Кларк ауырып қалады, бірақ ауырып қалса да жаңағы сценарист болсын, режиссер болсын, өте жақсы шешімдер тапқан деп ойлаймын. Ауырып қалған мұғалім не істей алады деген сияқты сұраққа жауап береді. Иә, бұл сонау 90-шы жылдар VHS жаңа кассетаға сабақты видеоға түсіріп жіберу. Және бұның қазір біз 2020 жылы пандемиядан кейін неше түрлі әдістерін көріп жатырмыз. Және сонымен қатар кейіпкерді мінсіз етуден не алады, қашады, аулақ, жаңағы ой, мұғалім дегеніміз ауырмайды деген сияқты ондай бір мінсіздіктен аулақ болуға тырысады. Және оның да міннің бола алатынын, адам болған үшін ауырып қала алатынын көрсетеді бізге. Драмалық жаңағы саспенс дейміз ғой, жаңағы шиыршықты арттыру үшін қолданған деп ойлаймын. Жаңағы емтихан жақындаған кезде көрермен ретінде кәдімгідей уайымдап қаласың, ойбай не болады мына балалардың халі деп. Және педагогикалық миссияның символы ретінде мынау VHS сабақтары, видео сабақтары алға шығады. Мұғалім тек мектептегі тұлға емес, ол кез келген қашықтықта оқушысымен бірге болатын рухани ұстаз ретінде бізге сол нәрсені көрсететін сияқты. Сіздерде фильмде осындай режиссерлық шешімдер, эстетикалық шешімдер бар ма ұнаған сіздерге? Бар болса өте қысқаша айтып өтіңіздер. Фильмде басты кейіпкерді мінсіз адам қылып көрсетпейді, бірақ мінсіз адам қылып көрсетпей отыра тұрып, Рон Кларктың профессионализм қандай жағдайда болмасын өзінің ісін соңына дейін апара алу керектігін кез келген адамның соны алға тартты, соны айтқысы келді деп ойлаймын. Кәсібилік дегеніміз не деген сұраққа жауап береді осы жерде. Кәсібилік дегеніміз не деген сұраққа жауап. Бірақ жалпы негізгі критиктердің осы фильмге байланысты пікірін оқып қарайтын болсақ, бұл жалпы қалыптасқан документалды автобиографиялық немесе шабыттандыратын мықты ұстазбен оның күрделі қиындық соқтыратын шәкірттері туралы тақырыпты қамтыған кәдімгі байырғыдан келе жатқан сценарий дейді ғой, сол нәрсені қамтыған деген көптеген критиктердің пікірлері жазылған. Сол нәрсемен танысып шықтым. Былай шын мәнісінде алып қарасақ та өте керемет фильм, шабыттандырады, бірақ фильм ретінде бұл көрерменде мысалы мен ұстаз болғандықтан немесе ұстаз болғысы келетін, ұстаздық жолға түскісі келетін адамдар үшін бұл қызық болуы мүмкін, бірақ бұл басқа сала мамандары үшін қаншалықты бұл нәрсе қызық болады деген сұрақ туындайды. Шын мәнісінде ол ұстаздық жол, бұл ұстаздық өмір. Енді әр адам өзінің баласын ұстаздан шәкірт алатын білгендіктен оны көруі мүмкін, бірақ басқа подростықтар дейікші, мысалы орта жаста қазіргі таңдағы мысалға кішкентай біздің бүлдіршіндер, жастар бұл нәрсені көре ме, көрмей ме, ол да сұрақ туындатады. Ол нәрсе де қызық болмауы мүмкін. Сол себепті бұл киноның сценарийі немесе сценарий желісі, шарықтау шегі барлығы керемет фильм деп толыққанды мойындаудан аулақпын. Бірақ айтатыным жаңағыдай көрген адам үшін шабыттанады, қызығы бұл адамға бастап көрген кезде қызықпаса, бұл арғата ол адам бұл фильмді соңына дейін бітіре алмауы мүмкін. Себебі бұл жерде шиеленіс, мысалға жаңағыдай бір оқушымен арасында үлкен бір кикілжің болуы, басқа да дүниелер болуы, жаңағыдай оның ішінде жаңағы басты кейіпкердің немесе басты кейіпкердің жаңағыдай сценарийдағы жаңағыдай шектен шығып кетуі деген сияқты дүние, немесе басты кейіпкердің қайтыс болуы деген сияқты дүниелер, ондай бір үлкен бір трагедия немесе драма, ондай нәрсе жоқ. Бір қалыпты келеді. Біз түбінде біліп отырамыз, бұл кинода жеңіспен аяқталатын, хэппи-энд барына бір сенім болады. Иә, ол жаңағы Холливудтың немесе мелодрамалық жеңіл фильмдердің негізгі несі ғой. Иә, хэппи-энд болатынын біліп отырамыз, бірақ дегенменен, мысалы үшін IMDb-де ең көп көрілген фильмдердің қатарында.
несі де балы да өте жоғарыда. Бұл әлемдік білесіздер, не? Рейтинг жасайтын сайтта. Және мен ойымша бұл тек қана мұғалімдерге немесе мұғалім ұстаздық етуді қалап жүрген адамдарға арналған фильм емес, бұл жалпы барлық адамға арналған фильм деп ойлаймын. Әсіресе жаңағы ата-ана, ки жаңағы қоғамның 80-90% ата-ана болады, білесіздер. Солар үшін де өте көп жаңағы не беретін, жол көрсетуші, ой тастайтын, идея беретін фильм деп ойлаймын. Және режиссерлық көптеген жақсы шешімдер де бар. Яғни оның ақысын жемейік. Міндетті түрде фильмдер Оскар алуға міндетті емес, немесе Канн кинофестиваліне қатысуға міндетті емес. Бұл жерде өте жаңағы жанға жайлы бір фильм. Егер драманы қалайтын болсақ, бұл жерде драманың көкесі бар. Яғни қарасаңыз, кішкентай ғана қыз 4 бауырына қарауы керек. Оларға тамақ беруі керек. Оларға ана болуы керек. Әкесі қаяқта екенін білмейміз. Немесе жаңағы асырап алған баланың трагедиясы. Ана өгей әкесі қалай оны сабап тастайды. Мысалы үшін бұл менің ойымша трагедияның да драманың да көкесі. Яғни міндетті түрде олардың одан әрі жаңағы қайғылы бір жағдайға жетуін көрермен ретінде күту біраз не деп ойлаймын. Бұл жерде енді бұл параллелизм не үшін туындап отыр енді? Сыншыларда да мен өзім пікірім ретінде, мысалы жаңа Макфарланд деген кино бар, Диснейдің шығарған. Осындай тренер барып Макфарланд деген Мексикамен көршілес жатқан елді мекендегі балаларды оқытады. Бірақ оқытқан кезде ол балалар мүлдем оқымайды. Олар күнделікті таңғы 4-те тұрып, сағат 8-ге дейін, сабақ басталғанға дейін күнде жүгері теретін балалар болады. Күнде біз поляда жұмыс істеп жүрміз, ағай, бізге сіздің сабағыңыз керек жоқ деген сияқты нелер айтылады. Дәл осындай балалар сияқты неше түрлі қиын тағдырды көрсетеді. Бұл фильмде бұған дейін шыққан, сол сияқты тренер Картер бар, учитель на замену, учитель года деген сияқты кинолар бар. Жалпы бұл фильм, бұл кино осы ұстаздар жайлы кинолардың тізбегіндегі бар үздік кинолардың бірі. Бірақ жалпы уникалды бір сценарий, уникалды бір дүние алып келе алған жоқ, негізгі. Менің айтпақ ойым бұл жерде. Уникал болу үшін, міндетті түрде мен де айтып отырған нәрсем, уникал болу үшін балалардың өлуі де қажет емес. Соны айтып отырмын. Жақсы. Енді бұл жерде жаңа ұстаздар туралы, ұстаздың жетістігі туралы фильм ғой. Жаңа бірнеше фильмдерді атап өтті. Біз қарап отырсақ, мысалға, дарынды балаларға арналған мектептердегі ұстаздың жетістігі көрінбеуі мүмкін. Себебі ода база күшті, балалар іріктелініп алынды, өзі де тесттен өтіп келді, бәрі қалыпты, оның жаңағы емтихан нәтижесімен, нәтижесі күшті болса, жақсы жағдайда беріп жатсын сабақ. Нашар болса, давайте жұмыс істе деген болуы мүмкін да. Сондықтан ондай емес, бұның енді несі басқа, оқиғасы мүлдем басқа. Енді ол біздің тарихта да бар ғой. Мысалға, Ыбырайдың мектеп ашуында үлкен қиындықтар болды. Ахмет Байтұрсыновтың мектепте мұғалім үлкен қиындықтар болды. Мысалы, кеше ғана осы соңғы жаңалық неден Global Teacher Prize деген бар. Үлкен қомақты сыйлығы бар, енді үлкен сыйлық. Соны алды, түрмеде сабақ беретін мұғалім алды. Неге? Өйткені осы кісінің оқиғасы сияқты қиыншылықта сабақ беріп жатыр. Ол өте қиын адамдармен жұмыс жасап жатыр. Біз сияқты керемет мынандай әдемі базадағы мектепте барлық балдар жаңағы әке-шешесі бар, бәрі күшті қоғамда сабақ беріп жатқан. Ол былайша айтқан кезде 2000-нің бірі бере алады деген сияқты осы сабақты. Ал мынау өте қиын жағдайдан алып шығып отыр деген сияқты. Сол түрмеде беретін кісі, Сауд Арабиясының өкілі, сол Teacher Prize-дің сыйлығын алды, жылда өтетін. Көп рахмет. Негізгі бұл фильмнің хабарламасы, жұртқа айтқысы келетін нәрсесі мынау сияқты. Нашар бала жоқ. Тек дұрыс бағыт беретін ұстаз керек, қажет. Сондай ұстаздарымыз көп болсын деген сияқты. Бүгіндік айтарымыз осы. Бұл шығарылымды YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.